Алматы облысының тақымы тас шабандоздары мен Жамбыл облысының ұлы аламанға шабатын тұлпарларын күнделіктің кешегі санында көргеніңіз есіңізде шығар. Ал бүгін Оңтүстік Қазақстан облысына қарай жолға шықтық. Мақсат өңірдің алтын тұлпар аламан бәйгесіне дайындығын көру. Облыс орталығы Шымкентке табан тіреместен оңтүстіктің теріскейіне бірден аттандық. Қарт-Қаратаудың етегінде жатқан Созақ Оңтүстік Қазақстан облысындағы тарихи өлкелердің бірі. Бұл аймақ өнер, білім, спорт салаларынан шыққан саңлақтарға кенде емес. Оңтүстік жұртының ішіндегі ұлттық спорттың ұйытқы азаматтары да бар мұнда. Алтын тұлпар республикалық аламан бәйгесіне дәл осы Созақтан қатысатын сәйгүліктерді бүгін айтамыз. 55 мыңға жуық халқы бар Созақ ауданы облыстың солтүстігінде жатқан кең жазық далалы өлке. Бұл елдің табиғаты бәйге аттарына таптырмас мекен. Атақты аламандарда атой салып, жарты әлемге есімін әйгілеген арғымақтар да шыққан жер. Калилин деген совхоз болған, біздің Созақ ауданының орталығы осы Шолаққорғанда совхоз болатын. Сонда Калилиннің сарғасқасы деген атаумен аталып кеткен бір жақсы ат болып еді. Сол кеңес үкіметінің кезінде үлкен фестивальдарға қатысып, Алматыда осы жерменен барып, Қызылорда облысынан, осы біздің Оңтүстік Қазақстан облысынан, бүкіл Қазақстанның барлық облыстарынан жерменен алып барылған. Сөйтіп, сонда осы жаңағы мен айтып отырған сарғасқа айғырдың тұқымдары, атақты сарғасқа айғыр сол өшерден жермен барды. Сөйтіп, сонда фестиваль бірінші орын алып еді. Созақтың сарғасқасы деп шартарапқа аты жайылған тұлпардың тұқымдары бүгінде теріскейдің топырағында тұяқ тоздырып жүр. Одан бөлекте аты аңызға айналған бәйге аттарын жергілікті жұрт баптайды. Алайда ауыл халқына асыл тұқымды жылқы ұстау оңайға соқпайтыны жасырын емес. Бір атты ұстап баптау үшін 400 мың теңгедей ақша керек, 392 мың вообще калькуляциясы. Есептеп көріңіз, ол енді әрбір отбасының осы атқа қызыққан жігіттердің енді қалтасына әжептәуір ауырлық салмақ келтіреді. Оның қасында жүру керек, оны атты жаңағы баптайтын адам, одан кейін барып оны мініп үйрететін, күнделікті жаңағы жаттығуларға жүргізетін шабандоздың өзі қиын осыларды ұстау, басын біріктіріп. Бірақ ұлттық құндылықты жоғары санайтын ел азаматтарына бұл алынбас қамал емес. Сондай жандардың бірі Сұлтан Дәуленбаев. Ұлттық спорттың жанашыры туған топырақта бәйге аттарын жаратады. Бұл жерде бірнеше қызметкер еңбек етеді. Атбегіден бастап аспазға дейінгі барлық еңбеккерлер бірнеше тұлпардың бабын келістіріп, алтын тұлпарға дайындап отыр. Осы шаруашылықты 2006 жылы ашып, мал шаруашылығымен айналысып, біздің қазақы ат тұқымдарын көбейтіп, соны баптап өсіруге іс-әрекетімізді, жобамызды жалғастырып келе жатырық ата-бабамыздың салтын. Бұл ат қорада 8 ат баптап жатырық. Бәрі бәйгенің аттары, бәйге тұқымдас аттар. Қамбар Сүтемгенов небәрі 20 жаста. Жастайынан ат жалын тартып мінген жігіт бүгінде тәжірибелі атбегі. Осындағы бәйге аттарын өзі суытып жаратады. Талай бәйгеде жүлделі болған атбегі бұл сәйгүліктерді Астанадағы ұлы аламанға баптауда. Біздің аттар күніге 2 сағат дайындалады, балалармен бірге дайындалады, тауға шығады, кәдімгідей жұмыс жасатамыз, чаптырамыз, балаларды жүгіртеміз күніге. Күнделікті дайындық режиммен дайындаймыз, тамағын уақытылы береміз, уақытылы қараймыз, сүтін тараймыз аттарын полный күніге. 5-6 мезгіл аттың қасында боламыз. Күнде аттарды қарап, тренировкаға шығарып, ипподромға апарып жұмыс жасатып, балаларды жүгіртіп, дайындап бәрін. Сол бәйге дайындалып отырық. Шолаққорған өңірінде осыдан бір 12 жыл бұрын осы ауылымыздың азаматы ипподром салып берген. Баймаханов Талғат Баймаханұлы деген кісіміз. Сол кісінің ипподромында жаңағы Наурыз мерекесінде жыл сайын көкпарда тартылып жатыр. Сол жерде бәйге, ұлттық ойындар, қызғу, сондай іс-шараларды жыл сайын жүргізіп жатырық. Осы біраз жылдар болды.
Аудандық деңгейдегі шаралардан ысылған атбегілер енді республика көлеміндегі ірі жарыстарға дайындалып жүр. Өткен 2 жылда алтын тұлпардан бәйгілі болған шын жүйрік бұл өлкеден шыққан жоқ. Бірақ осы олқылықтың орнын толтыруға бүгінде мүмкіндік бар дейді ауыл халқы. Айтпақша, сапар барысында жас атбегі Қамбардың атты қалай тағалағанына куә болдық. Әлбетте, дұрыс тағаланған тұяқ атты аяқтан қалдырмасы анық. Тағаны дұрыстап жатқызу керек. Таған четке қарай шығармау керек, аяғы лет, аяғын, екінші аяғын лет шегесімен. Сол үшін дұрыстап тағылу керек. Қазір мен жүрекшесін алып. Жүрекшесін алып жатпайды ғой. Яна ет қой өсіп кеткен, осы тасқа батады да аяғы ақсайды. Ет есіп алғанда батпайды? Жоқ, батпайды. Стой, осылай егеп істеу керек та, әйтсе болмайды. Мынандай жақтар шығып қалатын болса, арғы аяғын шегесімен іледі. Сол үшін ровный қылып алу керек. Тегіс істеу керек. Мынаны тап-таза алып көріңіз. Енді мына жерін кеземіз қазір. Таға тура жатты мен аттың аяғына. Енді қазір шегесін ұрамыз біз. Қанша шегені ұстатасың? 6 шегемен ұстатам. Тұрасы болады, соған кіріп кетпеу керек қой шеге. Дұрыс қағылмаса ат ертең аса болып Мені бірінші шеге қағылып бітілді. қайырылады. Аттың етіне кіріп кетпеу керек бар қарай, иә? Етіне кіріп кетпеу керек қой. Әркім бір тағалай алмайды. Стой. Осылай. Атқа таға жатты. Мынау артқа жібермейді да таға қысқан кезде. 4 тұяқты тағалауға 20 минуттай уақыт кетеді. Әр 2 апта сайын аттың тағасын ауыстырып тұрады. Ал бәйгеге жаңа әрі жеңіл тағамен қосылған абзал дейді мамандар. Созақ ауданы биылғы аламанға бірнеше тұлпар қосуды жоспарлап отыр. Ауыл ішінде ат ұстап отырған атбегілер аламанға ерекше дайындалуда. Тіпті бәйге сәйгүлігін енді ғана суытып бастаған атбегі Нұрлан Керімов те тазағанды байталын баптап, Астанаға ат арылтуға дайын. Аттың жаңа жілігі майын толдырады бір жыл бойы. Барлық жаңаға дәрумендерді береді. Қазір анау бұрын саумал берсе, жаңа не берсе, көкшеп жеу керек араң. Ондай жоқ қой, бұлардың бір орында тұрып баптайды. Ат жеміне қосып, сондай бабында келтіріп ұстайды. Бірінші қатты семіртіп алады, одан кейін жайлап мініп, ұзақ мініп, ұзақ көп мініледі. 3 ай, 4 айдан мініліп, содан кейін барып, 6 айға дейін мініледі, сөйтіп барып баптайды. Аттары аяқтан қалмаған, тұлпарының тұяғы талмаған, қазақ даласында тозған. Өңірдегі атбегіліктің шежіресін қалыптастырған Созақтың атбегілерінің жағдайы осындай. Бұл алтын тұлпар аламан бәйгесінің